Киевтің вокзалы осындай, достар. Спасибо, дай Бог здоровья. Спасибо, мой любимый. Перчатки едет. Есть Байконур. Да. Очень такой значительный. Шайлар. Донер сияқты екен біздің. В том, что я не режу роговицу. Иттерді әдемі алып киіндіріп қояды бұл жақтағылар. Салқын тимесін деп. Красиво очень. Ну, спасибо мне. Да. Мне очень приятно. Дякую. Все. Давайте. Тыкс. Давай, Петюня. Тыкс. Қазақстанға деген құрметі деп ойлаймын. 64.900, $65.000. Бұл қай жыл шыққан сонда 2020-да ма? 2020-дан бастап шықты. Бұда, короче, бұрыласың ғой? Иә. Баллон арт қолында бұрылады. А тут хохол хохла бьет. Тут нехороший народ. Я вот сколько живу, не могу. Қандай салқын суға түсіп жатыр, Подарочек. До свидания. Сәлем достар, Бегарс Олжабай арнасына қош келдіңіздер. Бүгін ең алғашқы видео-влог, әрине қобалжу бар. Бірінші видео-влогымыз Украина еліне сапардан басталмақ. Неге Украина елі деген сұрақ туындайды? Ол үшін сіздерге қысқадан нұсқа оқиға айтып берейін. Осыдан 9 ай бұрын көзіме лазерлік коррекция жасатқым келіп, көзімнің мән-жай күйі туралы барлық деректерді, мәліметтерді Қазақстанның мен деген клиникаларына жіберген болатынмын. Барлығынан бірдей жауап келді. Сіздің көзіңізге лазерлік коррекция жасай алмаймыз. Оның себебі көзіңіздің роговицасы жұқа, яғни орысша айтқанда тонкая роговица. Көз белгілі бір қабаттардан тұрады. Қабат жұқа, сондықтан да лазерлік коррекция жасауға келмейді, көзілдірік киіп жүре беріңіз деген. Бірақ онымен сағым сынбады. Ресейге жібердім. Ресейдің де бірнеше клиникалары дәл сондай жауап қайтарды. Көзіңіздің роговицасы өте жұқа екен, біз жасай алмаймыз деген. Дегенмен кеудемнен үміт өті. Мен айтайын деген бір сондай ойна. Дегенмен кеудемнен үміт оты сөнген жоқ. Күндердің бір күні Украина елі Харков қаласынан тамаша клиника тауып алдым. Мәліметтерді, деректерді жіберген бойда жауап қайтарды. Сіздің көзіңізге лазерлік коррекция жасау біз үшін ешқандай қиындық тудырмайды деген. Біз жаңа методика арқылы жасаймыз, келіңіз деді. Әрине көңілде уайым, кеудеде үміт оты лаулап тұр. Бір Аллаға сыйынып, сол жаққа барып, көзіме лазерлік коррекция жасатып, аман есен міне 100%-ық көзбен келіп отырмын. Ендігі сапарымызда досымның жұбайының көзіне лазерлік коррекция жасатуға бара жатырмыз. Оған да барлық қазақстандық клиникалар жасамаймыз деп жауап қайтарған. Сондықтан да қастарында жол көрсетейін, жөн көрсетейін деген ниетпенен мен еріп бара жатырмын. Бош жүрмей сіздерге Киев, Харков қалаларын көрсетейін. Және де ең басты мақсат клиникамен таныстырайын. Егерде осы видеовлогты көру арқылы бір адам көз жанарын емдеп, бұл әлемнің сұлулығын өз көзімен көруге мүмкіндік алатын болса, ол әрине мен үшін үлкен қуаныш. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, арнадан алыстамаңыздар, тіркеліңіздер, лүпіл басыңыздар, біз бастаймыз. Достар, ПЦР тесті тапсыруды ұнатпаймын, бірақ шетелге шығу үшін ең қажетті зат ол ПЦР тест. Сондықтан да сыртқы келбетім сабырлы болғанмен ішкі күйім дәл осындай болды. Алматы мен Киевтің арасына ұшу 5 сағат. Қазір Жезқазғанның үстінен өтіп кеттік. Құтты мекен Ақтөбенің үстінде өтеді екенбіз. Менің туған жерім. Алла сәтін салса, әлі бір 3,5 сағаттан кейін барып қонады екенбіз. Эйр Астанада жақсы жері фильмдер көруге болады. Бірақ мен сияқты киномандарға
өте қиын, өйткені мына жердегі барлық фильмдерді мен көріп тастағанмын. Қайсысын көрерімді білмей, 1 сағат болды айналдырып отырғаным. Қызмет көрсету сапасы өте жоғары. Air Астана. Достар, Киев қаласына аман-есен жеттік. Ұшақтан түскен бойда тексеріс болды. Шекара қызметкерлері қатаң екен. Бұл жақтың өзінің белгілі бір заңдары бар. ПЦР тестпен қоса вакцинаның паспорты, онымен қоса коронавируспен ауырған жағдайда страховка керек, және ашық сияқты өздерінің приложениелері бар. Соны телефонға қондыру қажет. Сол жерде бір үлкен проблема туындады. Приложениені қондырдық, SMS-код келмейді, бізде сет жоқ. Сол жерде терлеп, тепшіп, жүрегіміз аузымызға сыймай, біраз терледік. Проблеманың барлығы шешілді, аман-есен аэропорттан шықтық. Қазір мына жерде әдемі бір станция бар. Сол жерден вокзалға бірден жол тартамыз, қаланың орталығына және хостелімізге барып, бүгін демаламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір вокзалдың қасындағы қаланы, хостелді көрсететін боламын. Станция, аэропорт дейді. Қазір досым билет алып жатыр. Вокзалға дейін электричка. Міне электричка келді. Қазір мінеміз. Вокзалға шейін жетіп алсақ болды. Ары қарай өзіміз таксиге мініп жетіп аламыз. Біздікі осы, я? Біздікі. Да, прямо на хотеле. Ауа райы салқындау болып тұр бүгін Киевте. -5 градус дейді, бірақ ылғалды қала ғой бұл жақ. Салқын болып тұр. Доллар? Нет, я уже там. Украина елінің азаматы ағамызбен қай жерде сим-картты алуға болады, қай жерде арзан валюта алмастыруға болады, сондай сұрақтар бойынша әңгімелесіп алдық. Электричка. Осындай электричка. А вы какого? Гулять просто в Киев, да? А, вообще в Харьков добираться? Да. Далеко вам добираться? Да. И в поезде. Поездом? Да. Добро. Сколько километров отсюда, от Киева? От Киева недалеко. Это будет километров 300. 500? Да. Если поездом, наверное, после 500. Ну, да, получается, если Қандай тақтаза. Мына жерге заттар қояды. Вокзалдан да келетін адамдар бар, аэропортқа бірден заттарды осы жерге қойып алады бұлар. Міне біз қазір аэропортқа жетіп тұрмыз. 1, 2, 3 станциядан өтеді екенбіз. Менің Украинаға екінші рет келуге себепкер болған Нұрым деген класстас досым және өмірлік жан жары Арайлым. Өте ұялшақ. Қысылмай, өзіңіз еркін қалдым. Еркін отырыңыз. Иә. Бұйырса осы ханшайымның көзінен көзілдірігін шешетін боламыз. Солай ма, Арайлым? Не айтасыңдар? Бекарыс Олжабай каналына шығасыңдар ертең.
Біртүрлі ба? УЗИ. Оларды аэропортта ұстамады. Иә, енді көп шетелге шығып жүрген адамдар өздері білет. Аэропорттан, вокзалдан обмен валют жасамайды, ақшаға ауыстырмайды, өйткені қымбат болады. Достар, Киевтің вокзалы. Не деген люстра мына. Вот қазір дедім ба? Сим карта алып қондырып алдық. Бұйырса интернет болады бізде. Интернет болады. Инстаграмға, ютубқа жақсы материалдар саламыз. Түнгі Киев, қар жауып тұр. Мана басында жаңбыр сіркіреп еді. Енді әппақ қар жауып тұр. Бұйырса қазір кешке қарнымызды тойдыратын бір тамақтар алып алайық. Сосын Макдональдс? Жүр. Түнде Макдональдс жеген қалай болады екен? Кешке тамақтанатын азық-түлігімізді алдық. Енді хостелге бұйырса суымыз бар. Қасымдағы әріптестерім көңіл күйі жоқ, өйткені шаршаған. Жол ауыр болды, 5 сағат ұштық. Одан қалды 1 сағат бері қарай пойызбен келдік қаланың ішіне. Енді хостелге. Да, должен быть сейчас. Алда Олимпийский стадион. Түннің ішінде көрінбей тұр. Футболдың жанкүйерлері болатын болса, Олимпийский стадион. Да, алдық. Мадрид пен Ливерпуль ойнаған екен кезінде. Лига чемпионовтар. Финал. Достар, влог ұнаса үлпіл басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімді көру үшін жоғарыдағы сілтемеге өтіңіздер.